Құрметті қыз-келіншектер, біз қазір котлет дайындаймыз. Бұл котлетті фарш, пияз, чеснок, сарымсақ, сүтке езілген нан, бір тілім сосын жұмыртқа, тұз, бұрыш. Міне котлеттерімізге осындай форма береміз. Осылай формалап, бұны буға пісірген өте пайдалы, конечно. Буға пісіруге болады, немесе жарит етуге болады. Біз бұны буға пісірамыз. Мінекей. Осылай котлеттер дайындап, морозильникке, тоңазытқышқа қатырып қоямыз. Керек кезінде алып, оны пісіре береміз. Арасында мен сіздерге лайфхак айтып кетейін. Мынау томат. Сатып алынған томатты салафанға салып, жалпайтып, қатырып, одан кейін осындай долька кесіп, морозильникке салып қатыра саласыздар да, шетінен алып қолдана бересіздер. Пайдалы болсын. Міне котлетіміз дайын. Енді бұл котлетке кез келген гарнир дайындайсыздар. Күріш, гречка, өздеріңіз сүйікті тамақ гарнирларыңыз дайындап, сөйтіп ас болсын жейсіздер.